Barchangizga xayrli kun. Sizlerмен Sabina. Mening kanalıma hoş geldingizler. Bugungi videoda qatlama жасаймыз, ya'ni piyazdan. Mening kanalıma tirkelib, like basıp, kommentariya qoldirularingizni so'rayman. 350 gram suga tuz salib, aralashtirib tayinlaymiz. 500-600 gram unda yelekten o'tkazib, bo'lagi tizga salib, suyuq mayimizni quyib, yumurtani salib, janağı dayınlagan suvimizni quyib, yumshoq qamir eleymiz. Osılayla kolga jabıspaytınday etip dayındaymiz. Және де бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыздың үйі қанғанша салмасын дайындаймыз. 3 пияз және де жусайы. Сіздер жусайын орнына көк пияз немесе укроп, петрушка салсаңыздар да болады. Осылайынан жусайыны майдалап турап, пиязымызды турап, бір ыдысқа салып, қара бұрыш, тұзымызды салып, араластырып қоямыз. Sarı mayımızды ертіп аламыз. Жаңағы дайын болған қамырымыз осылайынан екіге бөліп, екіге жайып аламыз. Қамырымыздың бетіне жаңағы ертілген сары майымызды салып, барлық жағына жақсылап жағып шығамыз. Мен қолмен жақып шықтым, маған қолмен жаққан ыңғайлы. Жақсылап барлық жағына жаққаннан кейін, жаңағы салмамызды салып шығамыз. Әдемілеп. Екінші қамырымызды бетіне жауып, оны да сұйық маймен майлап шығамыз. Барлық жерін жағып шығамыз.
Dostlar, mening kanalıma тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Барлық жағына май жағып алғаннан кейін осылайынан орап шығамыз. Қамырымызды бөлеміз. Мен 6 бөлікке бөліп шықтым. Осылайынан видеодағыдай домалақтаймыз қамырымызды. Осылайынан 6 штук шығады. Мен оны 15-20 минутқа қалайнекке салып қоямыз. Кейіннен барлығын оқтаумен жайып дайындаймыз. Баяу отқа май құйып, екі жағын пісіріп аламыз. Қызартып, алтын түске енгенше духовкаға салып пісірсеңіздер де болады. 15-20 минутқа қойып қоясыздар духовкаға. Міне, дайын болды. Осылайынан шығады. Өте дәмді болып шығады. Достар, жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Ас болсын.